Жылқы да жылайды. Қамбар атаның көз жасын бала кезімізде көп көрдік. Бірақ Алматыға келгелі бұл әңгіме этнографияға айналды. Жылқы жылайды десе таң-тамаша боламыз. Асфальтта өспесек те Қамбар ата тұқымы туралы әңгімеге жат мінез көрсетеміз. Әйтпесе сол қылқұйрықтың көз жасын алақанмен сүрткен ауыл баласы емеспіз бе? 10-12 жас кезім. Кербие бірінші рет жазғытұрым кенже құлындады. Тайында қорамызға біткен тұқымы жақсы жылқы еді. Бірнеше жыл құр жүрді. Білгіштер бедеу деп жатты. Бірақ әкем сүйегі сұлу күліктен күдерізгісі келмей, үйірден аластаған жоқ. Тұмса дейтіндей емес, 9-10 жастағы жуан жылқы. Осы орауыз аққұлақ керғұлын бүкіл ауылдың көз құрты болды. Әжем, Кемеш, әкемді ауыл ел осылай атайтын. Жас төлді кісі көзінен тасады ұстаңшы, үйірге қосып жібер, көз тиіп жүрер деген. Оған әкем қолының әлсіздігін сылтауратып қорат ұстады. Керғұлын бейне бір құланның төлі сияқты. Орауыз, аққұлақ, ақбауыр, қара жоң, қылшық жүнді сүйкімдеді. Бір күні кеште ауыл сыртында арқандаулы тұрған құлынды биенің оқыранғаны алақандай ауылға анық естілді. Баламыз ғой, жүгіріп бардық. Жануар арқанды шырайын алып шауып жүр. Аққұлын жерде жатыр. Әжем 3 жерге топырақ үйіп, үшеуін ауылдағы 3 шалдың моласы деп құлынды содан 3 рет айналдырды. Бірақ Керғұлынның беті бер қараған жоқ. Күн қызылы бата, денесі қимылсыз қалды. Сол түні Кербие таң атқанша кісінеді. Ертеңгі шәйде әкем құлынсыз қалған пырақтың сора-сора боп жылап тұрғанын айтып келді. Рас екен, жануар құлыны өлген жерде тұяқ серіппей жатыр. Көзінен аққан жас тарам-тарам. Үйірге қосып едік, күнде кешке қораға келіп, жанары жасқа шыланып жылап тұрады. Бір аптада қусүйек болып арықтап кетті. Мұны көрген сақа жылқышы Мұса қария, Кемеш, мынауың кісі жүректі екен, мал болмайды, одан да адалынан бауыздай сал деді. Оған әкемнің дәті бармадау деймін, байғұсты пышаққа ілген жоқ. Арада бір апта өткенде құйрығы жалсыз қалған керпірақ қораға келмей қалды. Мұса шал жануардың тау бөктерінде өліп жатқанын немересінен айтып жіберіпті. Әкем биені сойып терісін сыпырып қайтты. Содан бері 10 шақты жыл өтті. Өткенде әкеме жылқының көз жасы туралы бір өлең оқып едім. Әлгі кербиені көз жасымен күйік жеп қойды ғой деп күрсінді. Ой әкей, ол мал емес пе? Малды күйік жеуші ме еді деп күлдім. Әй бала, сен не білесің? Жақсы жылқы жаман адамнан есті болады. Мен кербиені сойып ішін жарғанда көрдім. Жануардың өкпе бауыры, жүрегі қап-қара боп күйіп кетіпті деді. Мен үндей алмадым. Әкем тумасынан артық сөйлемейтін кісі. Иланбасқа шара қалмады. Осы күні керпірақ түсіме көбенеді. Жануарды ойласам, адам атын арқаланып жүрген көкек аналар мен безбүйрек әкелерге жаным ашиды. 9 ай тар құрсағын кеңіткен сәбиінен жеріп, шанананы қоқысқа тастап кететін қыздар мен баласын ұрып өлтірген аналарға адам атын қимаймын. Шіркіндерде мал екеш малдың да жүрегі жоқ екен-ау. Ал оларға қарағанда ұрпақ парыз алдында Кербие шексіз бақытты екен. Жарас Кемелжан. Оқыған Сұңғат Ғазиз.